Ассалаумағалейкум, қазақтарым. Руслан деген бауырым мына умраға рассрочкамен баруға бола ма деп сұрайды. Жауап берейін. Мына турфирмаларға сенбеңдер. Бұлар сұмырайлар, мошенниктер, Құдайдан қорықпайды. Керек болса шайтанға иманында ақшасын иманында сатып береді. Сондықтан да бұларға жоламай өздерің барғандарың жақсы. Өздерің барсаңдар, бірнеше адам бірігіп көп арзанға түседі. Сонымен рассрочкаға баруға бола ма, болмай ма? Бұл иттің балалар, сұмырайлар алдыменен кредитке тығып жүрген талай адамды алдап сулап умраға баратындарды. Ал енді қазір рассрочка деп шықты, ай сайын төлеп отырасыңдар деп. Рассрочкаға баруға болмайды. Осыны ұмытпаңыздар. Өйткені егер рассрочкаға барып ақшасын төлей алмай ауырып қалсаңдар, немесе өліп қалсаңдар, онда қарыз мойындарыңа о дүниеге кетеді, мойындарыңмен. Сондай-ақ кейбіреулер айтады, егер гаранттарың болатын болса, төлемей қалсаң, сол төлеймін десе, ауырып қалсаң, немесе өліп қалсаң, сол төлеймін деп айтатын болса, гарантия беретін болса, онда баруға болады дейді. Ал егер гарантия берген адамның өзі ауырып қалса, немесе өліп қалса қайтесіңдер. Сондықтан да рассрочка дегенге жоламаңдар. Бұл шайтанның ісі. Егер барғыларың кеп бара жататын болса, онда ай сайын аз-аздап ақша жинаңдар, сосын барыңдар. 1 жыл жинайсыңдар, 2 жыл жинайсыңдар, иншаллах барасыңдар. Аллах ниеттеріңді қабыл етсін.